Мен Дидар Дәулетұлы және тақырып Say and Tell. Say және Tell етістіктерінің айырмашылығы қандай? Сонымен, олардың мағыналарының арасындағы басты айырмашылық Tell ол көбіне әңгімелеу, айту, баяндау, жеткізу деген сияқты мағыналарды беретін болса, онда Say ол do, айту деп қысқа уақытта ғана орын алатын іс-әрекеттерді білдіреді. Дегенмен де Say және Tell етістіктерінің арасындағы айырмашылық олардың тек мағыналарына ғана қатысты емес, тұлғаларына да қатысты орын алады. Ал аталған осы екі етістіктің арасындағы олардың тұлғаларына қатысты айырмашылық екеу. Бірінші айырмашылық ол Say етістігінен кейін толықтауыш келетін болса, Say етістігі мен толықтауыштың арасында міндетті түрде to предлогі қойылады. Мысалға, What do you think of my program? Say to me. Менің бағдарламам жайлы не ойлайсың? Маған айтшы. Бұл мысалда көріп тұрғаныңыздай to предлогі қойылған. Ал tell етістігінен кейін толықтауыш келетін болса, tell мен толықтауыштың арасына ешқандай предлог қойылмайды. Бірден толықтауыштың өзі жазылады. Мысалға, Гүлнара, have you ever been to Almaty? Tell me this. Гүлнара, сен Алматыда болғансың ба? Маған осыны айтшы. Бұл сөйлемде көріп тұрғаныңыздай tell етістігінен кейін me толықтауышы қойылды. Екінші айырмашылыққа келсек, say етістігі қолданылған сөйлемде біз say етістігінен кейін толықтауыш қойсақ та, қоймасақ та бола береді. Мысалға, She says she wants to be a doctor. Ол айтады, оның дәрігер болғысы келеді. Ал tell етістігінің say'дан айырмашылығы ол өзінен кейін толықтауыштың болғанын қажет етеді. Мысалға, She told me that she had been in Almaty. Ол Алматыда болған маған айтты.